мынаның барлығының бағасын танысырақ айтып жібересіз бе? Бағасы енді мысалы 2 миллион, 4 миллион, 5 миллион деген сияқты ғой. Құрметті көрермен, бүгін Атырауда Атырау Шебер Фест халықаралық қолөнершілер фестивалі өтіп жатыр. Осыған орай фестиваль қонақтары мен қала тұрғындары қолөнерді қаншаға бағалайды екен бірге көрейік. Сізде егер қомақты ақша болса, қомақты қаржы болатын болса, мына қолөнерлерді қаншаға бағалар едіңіз? Мен мысалға мынаны 50 мыңға сатып алар едім. 15 мың теңгеге. 25 мың 30 мыңға бағалайтын едім. Бұлғары, сосын қымбат маталдан жасалған. Бұл отандық өнім, қолөнер енді қаншама еңбек, 80 мың теңге деп ойлаймын. 5 мың мен 10 мың аралығында. 30 мыңға. 30-35 мың теңге. Құндылығы бар сияқты болып көрінеді. Мен бұны 50 мыңға бағалайтын едім. Күмістен жасалған көрініп тұр, жылдырап тұр. Сосын қымбат әшекейлермен безендірілген. 800 бола ма? 800 миллион. Күйзей сияқты жасаған да. 25-30 мың деп бағалаймын. 30 мың болатын бар. 1 миллионға тақайтын болар. Сол 50 мыңға бағалайтын едім. 150. Мынау бізде бөрікті. 1 миллион. 100 мың болады. 450-500 мың теңге. Екеуін бірге қосқанда 200 мыңға бағалайтын едім. Егер қатты көп ақшам болса. 1 миллион шығар. 500 мың деп бағалаймын. Бай, мына набор 400 мың. 1 миллионнан жоғары шығар. 500 мыңға бағалайтын едім. 5 миллион. Сеу наборға көп қой. Мынаны 850 мың. Ал сіз бұл қолөнерлерді қаншаға бағалайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз.